Біздің Алматы өте әдемі қала ғой. Бұл жердің тұрғындары тек өздері үшін ғана өмір сүреді. Жұрт не дейді, жұрттың сөзі қандай демейді. Қол ұстасып, ешкімнен ешқандай ұялмай, жасы да, кәрісі де. Отбасымен прогулкаға көп шығады бұл жақта. Алматы қымбат қала, бірақ әдемі қала. Жастардың бақытты қаласы ғой. Осында әдемі жерде кешкісін тамақ ішіп алып, спортпен айналыссаң да рахатшы. Мына жерге бүкіл жағдай жасап қойған. Әр домдарда неше түрлі осындай сурет салып қойған ғой. Әдемі 3D қылып көрінеді. Адамдардың бәрі демалып отыр мына жерде. Ана жақта карта ойнап отыр аталар. Осындай. Біздің де жетсаймыз осындай әдемі болып кетсе екен. Біздегі Тастақтағы осындай әдемі мешітіміз. Мешіттер көрейік. Кешкі Алматы. Біздің бірінші мегамыз, екіншісі Сейфулланың ойында орналасқан. Осындай әдемі болып тұр. Бұрын мына жақтардың барлығында қонақ үйлер, то есть құрылыс болып жатқан. Қазір деген уже беріліп қойыпты. Біздің Алматыда осындай әдемі жерлер бар деп қояйын да. Қазіргі таңда хит болып жатқан Золотое яблокоға кіріп келдік. Ішін көреміз. Не бар, не жоқ. Жұрттың бәрі әйтеуір. Жаңа мен подружкамнан алған жаққан помада үшеулік 38.530 теңге екен. Пробниктармен бәрін қолдана береміз. Қайсысы ұнайды? Жағып от. 14 февральға дайындық уже. Бүкіл жерде. Әдемілеп қойыпты осылай. Бақтан шығып, осылай Қағанатқа тамақ ішуге келді. Бір класстармен. Қағанатқа осындай аштаз болып жатыр. Студент кезде біз Қағанатқа көп келуші едік. Кеше ғана күн жылы болып тұрған Алматы бүгін осындай қар жауып суық болып тұр. Университеті. Мынау қателеспесем Астынжақтың бір корпусы ғой. Қалалық кардиология орталығы екен ғой. Қателеспім ғой. Біз осы жерде екінші курста практикада жүрген біз. Жүрекке стенд қою жайында осы жерден білген мен. Келесі здания қателеспесем көздің глазмай. Осындай институт. Бізге қарама қарсы ату. Автобус келуін күтіп тұрмыз. Алматының базары Оптовый деп айталады екен. Оптовка деп.
Адамдар күн көріп жатыр екен. Жаман суық мына жер ше. Суық күнде тачка айдап, тамақ істеп сатып, заттар сату оңай емес ше. Балықтың түр-түрі бар ғой мына жерде. Семга бар екен, мынандай акула балық, креветкалар бар. Но не балық екен түсінбеймін ше. Балықтың түр-түрі бар екен мына жерде. Байсат пен Елен базарына келіп қалдық. Бұл жақта уақыттық сияқты адамдардың барлығында. Мынандай мотоциклдар Қытайда көп ше. Барлығы сондаймен жүреді, машинамен жүрмейді саяқтар. Бер жағындағысы да. Қазір басқа жаққа барып көреміз. Қайырлы күн, қалайсыздар? Бұл менің YouTube каналыма түсірілетін видео. Әр жерден бір түсіріп алып жатырмын. Қазір біз Достық даңғылындамыз. Егер сіздер Шымбұлаққа келетін болсаңыздар, Шымбұлақтың өзінде киім қымбат деп айтып жатыр. Осы жерге келсеңіздер болады, Достық 119-ға. Мына жерде өте арзан бағада киімдер береді. Осы жерден прокатқа алсаңыздар болады. 23 жасқа дейін басқа цена, 23 жастан кейін басқа цена. Сноуборд, лыжылар барлығы бар. Керемет андай фотоға түсіп алсаңыздар болады. Бүкілі киім-кешектің барлығы бар. Алматыға келіп, Шымбұлаққа киім бармай кетіп қалу ол күнә ғой. Кеттік. Шығалып келсеңіз де болады, сыртқа қойсаңыз да болады, қалай ыңғайлы өздеріңіз. Лондон айтып отыр ғой. На высоких, точнее, мощно. После вот этого выпрыга, где упал только что, вот если ехать в сторону хребта, там есть. Ну, вроде да, там что-то были неровные. Ауа райы вообще күшті отты, жап-жылап. Алматы вообще көрінбей қалды ғой. Сноубордпен. Аяқ киім мынандай. Тен құлап. Ал. Қар көшкіні болып жатыр екен. Мына жаққа жол жабық дейді. Просто жаяу түсетіндерге болады екен да. Қайдасың, братишка? Сноубордпен түсетіндерге болмайды екен. Қай басына бар қалдың? Ауа райы күшті болып тұр. Ең алғашқы келген адамға білмеймін не айтарымды. Может, сноуборд удобно, может, лыжи. Осылай таудан түсіп жатырмыз. Кішкене ғана қалды. Үстім бәрі мұз. Барынша киім алған кезде ыстық болса да, утепленный қылып қалын алып алыңыздар. Потому что тау жақ ыстық. Тоқтап қалды. Уже Шымбұлақ жабайын деп жатыр. Сағат 6-та жабылады. Қар көшкіні болады дейді. Сонымен бәріміз қайтып жатырмыз.
Магнумда осындай онлайн касса бар екен. Өзің тек өткізе бересің, короче, күшті. Магнум вообще күшті кеткен. Адамдар очередке тұрмайды, кассирді күтіп, осылай келіп терминалмен өлшеп алып кете береді. Не öyle Әбетте осындай тамақтану орталығынан келдім. Мына жақта турецкий тәттілер бар. Мына жақта қағанат сияқты жасап қойған. Отыратын орын осындай. Далада қар құйып тұр. Прям аяз бұл. Мұз ғой 18 минус. Осында бір лепешка, чай. Инандай тамақ алдым. 1800 теңге болды. Қалай ойлайсыздар? Қымбат па, қымбат емес па? Достар, мен метроға келдім. Метроның ішінде адам көп болады. Үстінде вообще час пик болатын кезде метрода адам көп болады. Бұрындары вообще көп болмайтын, қазір вообще күшті көп болып кеткен. Ондай жетон алдым. Мен ана жетон өтемін басып. Ой. The doors are closing. The next station is Şebekçoli. Күшті метро бар. Не дешет? Атын білмей тұрмын ғой. Жоқ, арға дейін шығамыз. Тұрып қалғаныз. Болашақта медицина қызметкерлері болатын болсаңыздар, осындай әдемі оқу орнында оқитын боласыздар. Бұл әлі жаны. Сіздерге алдын көрсеткен жоқпын. Осы жерде военный сабақ болатын. Ал мына корпус стоматологтардың корпусы. Неше түрлі корпусы бар, ұзыннан ұзақ. Бір остановка жатыр ғой бұл жерде. Қыс болса осындай болу керек қой, әдемі болып тұр. Күн шыққанымен аяз болып тұр ғой. -20. Қолын қатып қалады. YouTube каналыма түсіріп алып жатырмын, әр жерде бір сөйлеп. Егер музыкасы бар жері болса, мен звугын өшіріп тастаймын. Қыздар, кішкентай кездеріңізде осы карусельге ұшу армандарыңыз болды ма? Араларыңызда ұшып көргендер болды ма? Мүлдем ұшпағандар болды ма? Қараңыздар, қандай әдемі карусель. KFC орталығында мына жақта наличкамен, мұндай онлайнмен алсақ болады екен. Осылай төлей саласыздар.